31-ші беттегі 7-ші есеп. Асы 630 бірінші қосылғыш 36 бөлу 3 екінші қосылғыш. Осының мәнін табу керек. Олай болса, қосу амалын ортасына қоямыз. Бірінші бөлу амалын орындаймыз, соңында қосу амалын орындаймыз. Осылайша өрнекті құрастырып, мәнін табамыз. 36 мен 3-тің бөліндісі, бөліндінің мәні 12-ке тең. Енді 630-ды 12-ке қоссақ, өрнектің мәні 642-ге тең. 7-ші есептің әсінде 650 азайғыш, 20 бөлу 6 азайтқыш. Олай айырманың мәнін табу керек болса, олай болса, азайту амалын қоямыз. Енді 20-ны 6-ға бөлсек, бөлінді мәні 20-ға тең. 650-ден 20-ны азайтсақ, 630-ға тең. Өрнегіміздің мәні 630. 8-ші есеп теңдеуді шеш. Алдымен күрделі теңдеуді оңай қылып ықшамдап аламыз. 535-тен 491 азайтқанда 44-ке тең. 880 бөлу y тең 44. Ықшамдап жазып алдық. Енді y тең. Есімізге түсірейік. Мұнда бөлу және екінші тұратын әріп болса, яғни бөлгіштің орнында әріп тұр. Және мұнда бөлу амал тұрса, біз бөле береміз. Кері амал қоймаймыз, тек қана бөлу тұрса да бөле береміз. 880-ді 44-ке бөлеміз. Бөлу 44. Y тең 20. Енді қайтадан теңдеу жазып тексеріп көрейік. 880 бөлу y-тің мәні бізде 20 болды. Тең. Сол күйі жазамыз. 535 азайту 491. 44 шығады. 880 20-ға бөлсек, тағы да 44. Енді 44 пен 44 тең.